Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода регидрон дәрісі туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сізден лайк, тіркелу және де қоңыраушаны басып кету, ал менен пайдалы ақпарат ал кеттік. Регидрон дәрісін не үшін ішеді? Құсқанда, іш өткенде, және дене құрғап су жоғалтқанда және де отравление кезінде ішеді. Регидронның дайындалуы: 1 литр жылы суға 1 пакет регидрон салып жібересіз, яғни 1 пачкасын салып жібересіз, сосын жақсылап тұрып араластырасыз. Қалай ішу керек? Ауырғанда регидронды қасықтап ішесіз, яғни кесеге құйып аласыз, бір қасықтап, немесе баклажкіден құйып аласыз да жұтып ішесіз. Аз-аздан ішу керек. Неғұрлым аз-аздан ішсеңіз нәтиже жақсы болады. Көбіне балалар ауырғанда қасықтап ішкізеді, ал үлкендер баклажкаға құйып аз-аздан ішкен жөн. Құрамы: натрий хлориді, калий хлорид, натрий цитраты, дегидрат және декстроза бар екен. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.